біздер енді бір нәрсені өзімізге түртіп алу үшін черновой чат болғаны жақсы, иә. Мысалға, енді дәптер ручка арнайсыздар, так и так, бірақ черновой чатты қалай ашуға болады? Например, алдын ала тапсырмаларыңызды орындап қоюға деген сияқты, иә. Алдын ала үй жұмысын сояққа орындап қоюға черновой чат отдельно керек. Сол үшін черновой чат телеграмнан да, ватсаптан да ашамыз. Мына 3 кнопканы басамыз. Создать группу дегенді басасыздар. Міне. И мына жерге, например, или можете просто создать канал деуге. Создать канал дегенде өз-өзіңізге канал, яғни ішінде мысалға не жасағыңыз келеді бәрін. Черновой дейсіз. Черновой канал ашып алыңыздар өздеріңізге. Черновой частный дейсіз, болды. Стрелканы басасыз. Міне канал сізде создан, яғни түсінбей қалған болсаңыз, міне создать канал. Тестік біттім өдім жаңа. Одан кейін имяға черновик деп жазып қоясыз. Черновик. Мында жоғары жағында галочка тұр, соны басасыз да. Сосын мында частный канал дегенге галочка қоясыз. Сосын мында жоғары жағында галочка бар. Соны басасыз. Сосын мына жерде мына стрелканы басасыз да. Өтіп кетесіз. Болды. Мында не жазғыңыз келеді, жазып, сақтап, мында алдын ала дайындап, сөйтіп істеуіңізге болады. Бұл сізде сақталынып тұра береді, черновигіңіз. Бір нәрселер, мысалға, тапсырма орындасаңыз да, осының ішінде мында копируйт етіп, вставить етіп, ішіне қоя бересіз. Ал енді WhatsApp-тан черновик чат ашып алғыңыз келсе, тоже не проблема. Мына 3 кнопканы басасыз. Создать новую группу дейсіз. Ішіне любой бір адамды қосасыздар, например, мен мысалға любой адамды бүйтіп қосасыздар да, мында черновик деп қоясыз, галочканы басасыз. Бұл сізде WhatsApp-тағы өзіңізге арналған черновой чат болады. Жаңа бір адамның нечайны қостыңыз ғой, өйткені группа 2 адам болса ғана ашылады. Сол үшін ол кісіні временно қостыңыз. Мынаның үстін басасыз. Сосын мына жерден жаңағы адамды үстін қатты ұстап тұрасыздағыны, оны удалить етіп тастайсыз. Окей дейсіз. Болды, бұл чатта сіз тек қана өзіңіз қалдыңыз. Я? Болды, өзіңіз не жазғыңыз келеді, мында жаза бересіз. Бұл сізге черновой чат болып қала береді. Тапсырма орындасаңыз да, осы іште сақтап қоюға болады.